Recording in progress. Адреналин қолданылуы осы анафилактикалық шок кезінде, шок және коллапс, гипогликемиялық кома кезінде, бронхиал демікпе кезінде және кардиологиялық шок дегеніміз бар. Яғни жүректің жиырылуының бұзылысы немесе миокард инфарктісі кезінде осы адреналин қолданамыз. Адреналин қолдануы тағы да стоматологияда жергілікті анестетиктермен бірге қолданылады. Офтальмологияда асқынған глаукомада қолданылады. Өйткені жаңа айттық қой, адреналин ол әсер ету өте тез болады және әсер ету ұзақтығы өте аз. Егер глаукоманың асқынған түрі көзде қысымның қатты артып кеткен жағдайда осы адреналин беріп көз қысымын төмендетуге болады. Одан кардиологияда атриовентрикулярлық тосқауылдарда, яғни жүректің өткізгіш жүйесі бұзылған кезде осы адреналин беру арқылы жүректің жұмысын қалпына келтіруімізге болады. Одан жүрек тоқтап қалғанда тікелей жүрек ішіне, яғни кеуде енгізіледі. Осы адреналин енгізу арқылы жүректі ары қарай жиырылуын болдыра аламыз, аман сақтап қаламыз пациенттерді. Одан кейін жанама әсері ол артмия. Артмия дегеніміз ол жүректің жиырылу ырғағының бұзылысы. Яғни ритм дейді ғой, ритмнің бұзылысы артмия деп аталады. Одан кейін ноадреналин. Ноадреналиннің өзіндік препараттар бар. Оның ерекшелігі адреналинге дәл ұқсас. Ерекшелігі ұзағырақ әсер етеді, чем адреналинге қарағанда. Бұл да қан тамырларын тарылтады, артериялық қан қысымын жоғалтады. Жүрекке әсері айқын емес, бірақ ерекшелігі және тек қана көк тамырға енгізіледі. Және мысалы адреналинді бірден жүрекке енгіздік қой, ал ноадреналин тек қана көк тамырға енгіземіз. Қолдануы әртүрлі жарақаттарда, улануларда, хирургиялық шараларды қолданамыз. Жанама әсерлері флебит және артмия. Флебит дегеніміз ол аяқта болатын тромбоз. Одан нафтизин, глазарин препараттары бар. Бұлар негізінен альфа адреномиметиктерге жатады. Бұлар қан тамырларын тарту, жергілікті тарылту үшін қолданылады. Мысалы, қолдану көрсетілімдері жедел ринит, гаймор қуысының қабыну, яғни гайморит кезінде, жалпы ринит, гайморит дегеніміз ол қабыну процесі кезінде алдағы уақытта өтесіздер пациенттен. Ол кезде қан тамырлары кеңейіп кетеді дағыны. Адам қан тамырлары кеңейгендіктен ол жерге нейтрофильдер, лейкоциттер жинала бастайды, қан тамырынан шығып, сол кезде адамның тыныс алу қиындайды, мұрны бітеледі. Егер біз осы нафтизин, глазарин енгізген жағдайда ол қан тамырлары тарылады. Тарылғаннан кейін уже сыртқа шықпайды, басқа лейкоциттер, нейтрофильдер, соның қасында біз тыныс алуды жеңілдете аламыз. Одан кейін аллергиялық конъюнктивит кезінде жергілікті анестетиктермен бірге қолданып, жанама әсері иіс сезімінің жоғалуы. Одан кейін бета-адреnomиметтер, жалпы бұлардың әсер ету механизмін түсініп жатырсыздар ма? Бұлар барлығы тікелей әсер ететін мимetiктер, яғни бұл және өзі орналасқан рецепторларға барады дағыны, соларды стимуляциялайды. Яғни көбірек сен ноадреналинді қабылда деген сияқты стимул береді. Одан кейін бета-адреnomиметтер, бұлар және айттық, бета-адреналин рецепторлар жүректе орналасады. Яғни біз бета-адреnomиметик дегеніміз ол жүректің
жиырылу жиілігін, өткізгіштігін, жиырылғыштығын жоғарылатады. Бронхолитикалық әсер бар. Және де яғни бетта 1, бетта 1-лер ол жүректе орналасады, бетта 2 бронхтарда орналасады. Осылар егер біз күшейтетін болсақ, жүректің жиырылуын күшейтеміз, өткізгіштігін күшейтеміз, жиырылғыштығын күшейтеміз. Ал бетта 2-ні бұл жалпы екеуіне кете береді. Бетта атырған меместер бронхолитикалық әсер болады, яғни бронхтардың қысылуы пайда болады. Одан бронхтардың босауы пайда болады. Бронхтар кеңейеді симпатикадан. Одан кейін жатыр босаңсытады. Бұлар симпатиканың ерекшелігі, яғни босаңсыту, кеңейту көп жағдайда, яғни жатыр босаңсытады. Одан қан тамырларын кеңейтеді. Бета атырған меместер артериялық қан қысымын түсіреді. Бұлардың қолданылуы жедел жүрек жеткізгіштігінде, өйткені неге бета атырған меместерді енгізген жағдайда біз жүректің соғысын жылдамдата аламыз. Одан кейін брадикардия кезінде осыған қарсы қолданылады, яғни брадикардия дейміз, жүректің жиырылу жиілігі төмендейді. Соған қарсы адреналин мемес берген кезде оның жиырылу жиілігі жоғарылайды. Одан кейін антеровентрикулярлық тосқауыл кезінде, бронхиалды демікпе кезінде, өкпенің созылмалы обструктивті аурулары түсіп қалу қаупінде осылар бета атырған меместер қолданылады. Жалпы тағы бір айта кететін жағдай, ол адреналин мен ноадреналинді эфедрин деген тағы бір препарат бар. Осыларды қолданған жағдайда біз сіздерге сұрақ келуі мүмкін. Адреналинді енгізді бірінші рет, одан кейін тағы 15-20 минуттан кейін енгізді, бірақ олардың әсері мүлде төмендеп кетті. Бұл қандай процесс деген сұрақ келуі мүмкін. Ол сіздер бірінші серкада да келуі мүмкін, немесе екінші серкада да келуі мүмкін. Сіздер бірінші серка бойынша жауап беріп көріңіздерші. Мысалы, адреналин енгізді, одан кейін 15-20 минуттан кейін сол препаратты қайтадан енгізді. Бірақ оның екінші рет енгізген кезде оның фармакологиялық әсері мүлде төмендеп кетті. Бұл қандай процесс? Жауап бере аласыздар ма? Қайта сияқты. Қандай? Қайталайсыз ба? Қайталап айтасыз ба? Мысалы, адреналин енгізіп, адреналин или ноадреналин или эфедринді енгізді. Одан кейін 15 минуттан кейін тағы да соны енгізді. Сол кезде бұл препараттың фармакологиялық әсері бірден төмендеп кетті. Бұл қандай жағдай, қандай фармакологиялық әсер? Алдыңғы сабақтың видеосын қарап шықтыңыздар ма? Енді қарайсыздар ма? Жақсы, өзім айтайын. Бұл бейімдеушілік, яғни сол белгілі бір препаратқа бейімдеушілік туды. Және бейімдеушіліктің ішінде тахифилаксия деген түрі. Тахифилаксия дейміз, осы бета атырған меместерге көп туады, тахифилаксия дейміз. Осындай сұрақ минуттарда келеді сіздерге, естеріңізде сақтаңыздар. 15-20 минутта тез арада бейімдеушілік туындауы ол тахифилаксия. Сіздерге сұрақ келгенде осылай жазылуыңыз керек. Бұл бейімдеушілік, соның ішіндегі тахифилаксия деген түрі. Бұл бірінші серкада және екінші серкада келуі мүмкін. Одан кейін бета атырған меместердің жанама әсері тремор болуы мүмкін, жұқтар қалтырауы мүмкін. Одан кейін миокардтың оттегіге қажеттілігі жоғарылауы мүмкін. Өйткені ол не болды ғой? Тахифилаксия, тахикардия болды. Сол үшін де миокардтың оттегіге қажеттілігі жанама әсер ретінде жоғарылайды. Одан тахикардия болуы мүмкін, аритмия және бейімделу мүмкін. Бейімделу ол жанама әсерінен жатады. Бейімделу оның ішінде тахифилаксия. Эфедрин. Эфедрин бұның әсер механизмі ноадреналиннің медиаторының пресинапстық мембрана арқылы бөлінуін жоғарылатады, кері нейроналды тұсауын тежейді. Нәтижесінде синапстық саңылауда ноадреналиннің деңгейі жоғарылайды. Эфедрин деген препарат ол симпатомиметиктерге жатады. Симпатомиметиктерден астында тұрған жеке топтың өкілі бар. Осыған эфедрин жатады. Бұның әсері
әсер ету механизмі және синапста синапста норадреналиннің қайтадан ұстап қалуын тежейді. Сондықтан да қайтадан кірмейді норадреналин пресинапсқа. Сондықтан да норадреналин қайта рецепторға тітіркендіре береді, стимуляция бере береді. Сол арқылы симпатика жүйке жүйесін қоздырады. Бір мысал келтіру керек қазір. Бұл айтқанымыз симпатомиметик механизмін түсіндіңіздер ме? Яғни бұл тікелей емес әсер етеді. Норадреналиннің қайта сіңуін, тасымалдаушы арқылы қайта сіңуін бұл тежейді. Сол арқылы мына жерде норадреналиннің мөлшері жоғарылап кетеді. Норадреналин мөлшері жоғарылап кетсе, олар мына рецепторлар қайта тітіркендіре береді. Сондықтан да симпатика жүйке жүйесі күшейеді. Бұдан кейінгісі эфедриннің негізгі фармакологиялық әсері адреналинге ұқсас. Өйткені әсері ұзақ, себебі құрамында гидроксил тобы жоқ. Соның арқасында бұл комбутқа, және комбут деген фермент норадреналинді ерітіп тастайтын, жойып тастайтын фермент. Сондықтан эфедриннің ерекшелігі адреналиннен біз комбутқа тұрақты, яғни бұзылысқа ұшырамайды. Бірақ одан белсенділігі төмен, орталық жүйке жүйесі арқылы жақсы өтеді. Ол жерде айқын қоздырғыш әсер етеді. Одан қолданылуы бронхиал демікпеде, яғни бронхтарды кеңейтеді. Тамырлық коллапс кезінде, одан ринит кезінде, ұйықтатқыш наркотикалық заттармен улану кезінде қолданылады, және нарколепсияда қолданылады. Бұның жанама әсерлерінен қозу, ұйқысыздық пайда болуы мүмкін, тремор, тахикардия болуы мүмкін. Яғни жаңа айтқан тахикардия эфедринде де кездеседі. Яғни тез осыған бейімделіп қалуы. Енді біз миметиктерді біттік, адреномиметиктерді біттік. Қандай сұрақтарыңыз бар? Бұл жерде миметиктерге жатты альфа-адреnomиметтер, бета-адреnomиметтер және симпатомиметтер, және альфа және бета-адреnomиметтер екеуіне бірдей әсер ететін адреналин мен норадреналин препараттары. Сұрақтарыңыз бар ма? Пока жоқ. Келесі ол антиадренерлік заттар, яғни адренергия блокаторлары. Бұлардың блокаторлары бөлінеді. Альфа және бета-адреналин блокаторлар, және екеуіне бірдей әсер ететін лабетол, карвединол екеуіне бірдей блокатор болатын осы екі препарат. Енді альфа-адреналин блокаторларының өзі бөлінеді. Селективті және селективті емес. Селективті емес дегеніміз екі альфа бірге де альфа екеуіне бірдей әсер етеді. Ал селективті дегеніміз тек қана біреуіне ғана адреналин блокатор болады. Бета-адреналин блокаторларда дәл сондай. Бета-1 және бета-2 селективті емес, пропранол мен оксипранол жатады. Бета-1-ге ғана әсер ететін, ол метапролол, атенолол, бисопролол осы топқа жатады. Одан кейін фенталамин. Біріншісі, бұл фенталамин селективті емес, яғни альфа-1-те, альфа-2-ні де тежейді. Бұлан қазір қалай тежейтінін түсіндіріп беремін. Бұның альфа-1-ді тежеуі, ол мысалы альфа-1 қайда орналасады дедік, қан тамырларына орналасады дедік. Қан тамырларындағы және де барып норадреналин орнына барып тұрып қалады дағыны, и ол өзіне норадреналин қабылдамайды. Осы арқылы тежейді альфа-1 адреналин блокаторларды. Альфа-2-ні дәл солай. Альфа-2-ні тежеген кезде, бірақ ол қарама-қарсы процестер болуы мүмкін. Бұлардың басым түрде альфа-1 тежейді, селективті емес болғанмен. Бұның негізгі фармакологиялық әсері
артериялық қысымды төмендетеді. Өйткені неге? Ол бағыттағыны альфа-1-ді тежеп тастады. Альфа-1 тежелген кезде қан тамырлары тарылмайды. Қан тамырлары тарылмаса, артериялық қысым түседі. Одан шеткі қан тамырларының қарсыластығын төмендетеді. Шеткі қан тамырлардың қарсыластығы дейміз, егер қан тамырлар тарылған болса, ол қарсыластық жоғарылайды. Егер қан тамырлар кеңейген болса, ол қан тамырларының қарсыластығы төмендейді. Яғни біз фенталаминді беру арқылы қан тамырларды кеңейтеміз. Осы арқылы біз артериялық қан қысымын төмендетеміз және шеткі қан тамырларының қарсыластығын төмендетеміз. Осыған байланысты енді фенталаминнің қолданылуы келіп шығады. Ол гипертониялық криз кезінде, гипертониялық ауру кезінде, гипертониялық ауру дейміз, гипертензия, яғни қан қысымының қатты артып кетуі, межеден асып кетуі, 180-нен жоғары болса, ол гипертониялық криз деп аталады. Сол кезде фенталамин қан тамырларын кеңейту үшін қолданылады. Одан кейін шеткі қан тамырларының патологияларында Рейно синдромы кезінде, облитерациялық эндоартерит кезінде қолданылады, яғни баламалы қан тамырларын кеңейту үшін қолданылады. Одан кейін аяқтың трофикалық жарасы үсік кезінде қан тамырлар тарлық қуаттағыны соны кеңейту үшін фенталамин береді. Одан кейін феохроматитоманы анықтау үшін феохроматистома дегеніміз ол милы бүйрек безінің милы қабатының ісігі. Осы кезінде адреналин көп бөлініп кететіндігін осыны анықтау үшін фенталамин береді. Адреналин көп бөлінген кезде қан тамырлары тарылып қалады. Осыны фенталамин беріп, ол жерде ісік бар ма, организмде өзгерістерге қарай анықтауға болады. Олай өкпе ісіну кезінде, өкпе ісінуі ол қан тамырлардың кеңеюі тарылу арқылы болады. Соны біз кеңейтеміз. Кеңейту арқылы өкпенің ісінуі төмендейді. Одан жаңа мәселелері гиперсаливация болуы мүмкін. Яғни бұл негізі адреналиникалық препараттар симпатиканы күшейтеді. Яғни жәнедегі миметиктердің барлығы ол симпатиканы күшейтеді. Ал осыған қарама-қарсы альфа және бета адреноблокаторлар, бұлар керісінше симпатиканы төмендетеді, парасимпатиканы күшейтеді. Түсіндіңіздер ғой? Яғни бұл жаңа мәселелерден дәл солай. Фенталамин ол симпатиканы төмендетіп тастады, яғни қан тамырларын кеңейтіп тастады, тарылтуын тежеп тастады, қан тамырларын кеңейтті. Бірақ оның басқа да жаңа мәселелері, яғни симпатиканы күшейтіп тұр ғой. Симпатиканы күшейтіп тұрғандықтан бұл гиперсаливация, яғни сілекейдің көп бөлінуі, тер бездерінің көп бөлінуі, тершеңдік осыдан пайда болады. Одан лоқсу, құсу пайда болуы мүмкін. Одан тахикардия болуы мүмкін. Және фенталаминде ортостатикалық коллапс бар. Ортостатикалық коллапс деген жайында түсіндірдім. Қан тамырлардың қатты кеңейіп кетуі. Одан кейін мынау альфа-2-нің агонистері. Бұлар блокаторға жатпайды, айтпақшы. Қате кетті, кешірім сұраймын. Бұлар агонистер. Бұл клонидин мен метилдопа. Бұлар екеуі де гипертензия кезінде қолданады. Оны қалай қолданады? Мысалы, жаңа айттық, тікелей емес әсер етуі. Негізі симпатика жүйесі қосып тұрған кезде біз қан тамырлар тарылады. Соның әсерінен бізде гипертензия болады. Ал біз осы қан тамырларын кеңейту үшін біз норадреналинді азайтамыз. Норадреналинді қалай азайтамыз? Осы альфа-2-ны күшейту арқылы. Жаңа айттық, альфа-2 күшейсе, бұл норадреналинді тежейді. Норадреналин тежелсе, симпатика жүйке жүйесі тежеледі. Соның әсерінен қан тамырлар кеңейді. Соның әсерінен гипертензияны басуға болады. Осы альфа-2-нің агонистері осылай жүзеге асады. Одан кейін селективті альфа-1 адреноблокаторлар. Бұлар артериялық қысымды төмендету үшін қолданылады. Бұларда шеткі қан тамырлардың қарсыластығын төмендету үшін, жаңа айтқан, яғни альфа-1-ге әсер етсе, ол соны блокап тастаса,
альфа бір тоқтап тастаса қан тамырлар тарылуы тежеледі, яғни қан тамырлар кеңейеді. Одан сфинктердің босауы және қарсыластықтың төмендеуі әсер етеді. Қолданылуда дәл сондай артериялық гипертензияда, шеткі қан тамырларының бұзылыстары кезінде, қуасы безінің аденомасы кезінде празазин қолданады. Жана мәселелері бірінші доза феномені болуы мүмкін. Яғни бірінші дозасын берген кезде ол артериялық қан қысымы күрт төмендеп кетуі мүмкін. Сондықтан ұйқы алдында празазин қолданады тек қана. Тағы да басқа жана мәселелері бұл бас айналу, бас ауыру, ұйқысыздық, әлсіздік, шаршағыштық, іш қату, аузының құрғауы болады. Одан доксазазин, бұл доксазазин дәл сондай ұқсайды бір-біріне. Бұл жерде артериялық қысымды төмендету үшін, гиполипидемиялық әсер төмендету үшін және тромбоциттердің агрегациясын төмендету үшін қолданылады. Бұның ең басты қолданылатын жері қоғасы безінің қатерлі емес гиперплазиясы кезінде. Осы қоғасы безінің қатерлі емес гиперплазиясы кезінде зәр шығару қиындайды. Егер біз сол жерге доксазазин беретін болсақ, бұлшықтері босаңсиды және де қан тамырлары да босаңсиды. Соның әсерінен зәр шығару жеңілдейді. Жанама әсеріне бас ауыру, бас айналу жатады. Одан кейін бета-адреноблокаторларға келетін болсақ, бұлардың біріншісі селективті емес, бета-1 және бета-2-ге де әсер ететін адреноблокаторлар. Оған пропранол жатады. Пропранол осы бета-1 жүректе орналасады, ал бета-2 бронхтарда орналасады. Бета-1 мен бета-2-ні тежеп тастаған жағдайда жүректің жиырылуы төмендейді, яғни брадикардия болады. Брадикардияның әсерінен артериялық қысымның төмендеуі байқалады. Және миокардтың оттегіге қажеттілігі төмендейді. Бұны антиангиналды әсер дейді. Антиангинал әсер, яғни миокардтың оттегіге қажеттілігінің төмендеуі. Сіздерге сұрақ келуі мүмкін, осындай фармаколог әсерлері деген. Бета-1, бета-2 адреноблокаторлардың фармаколог әсерлерін жазыңыз деген. Бұл кезде жазуларыңыз керек. Брадикардия, не үшін брадикардия болып тұр? Бұлар симпатика жүйесін тежеп тұр. Яғни тежеген кезде, симпатика тежеген кезде парасимпатика күшейеді дағыны. Ол брадикардия алып келеді. Брадикардия артериялық қысымның төмендеуіне алып келеді. Яғни жүрек жай соққандықтан бұл жерде миокардтың оттегі қажеттілігі төмендейді. Оны антиангиналды әсер деп жүреді. Одан кейін бұның антиангиналды әсердің механизмі жүректің жиырылғы және азайды, миокардтың жиырылғыш қасиеті төмендеді. Соның әсерінен миокардтың оттегіге қажеттілігі төмендеді. Тромбоциттердің агрегациясы төмендейді. Яғни антиангиналды дегеніміз стенокардияға қарсы әсері. Одан кейін антигипертензиялық әсері, яғни қан қысымына әсері. Бұл қан жүректің жиырылу жылдамдығы минуттық көлемі азайғандықтан уже гипертензияны басуға әсер етеді. Одан кейін бүйректе рениннің секрециясын төмендетеді. Осы арқылы дұрыс зәр шығару пайда болады дағыны пропранол арқылы. Осы арқылы біз артериялық гипертензияны төмендете аламыз. Одан антиаритмиялық әсері жүректің өткізгіш жүйесіне аритмогендік симпатикалық әсерді жояды. Атриовентрикуларлық түйін бойынша қосуды және автоматизмді төмендетеді. Осы арқылы бір-біріне байланысты жүректің жиырылуын жалпы төмендетеді. Өйткені блокатор ол. Одан кейін тағы бір әсері бұл қолданылуы пропранол неден бронх астма кезінде қолдануға болмайды. Қазір оған тоқталатын боламын. Қолданылуы негізінен артериялық гипертония кезінде, стенокардия кезінде, аритмия кезінде, глаукома кезінде қолданылады. Ал жаңа мәселелері жүрек жеткіліксіздігі, айқын брадикардия, бронхоспазм, сұйықтықтың жиналуы, ісіну, депрессия, ұйқысыздық, галлюцинация. Осы жерде мысалы келуі мүмкін. Адамда тахикардия болды, бірақ ол адамда бронхоспазм бар. Сол кезде сіз пропранолды қолданасыз ба деп ситуациялық есеп келуі мүмкін. Бұл кезде біз қолданбаймыз. Неге?
өйткені тахикардияға дұрыс пропранолды тағайындаймыз, өйткені айттық қой оның фармакологиялық әсері брадикардияға шақырады, яғни тахикардияға қарсы әсер етіп тұр. Бірақ бұның жанама әсерінде бронхоспазм бар. Неге бронхоспазм? Бұл селективті емес болғандықтан бета 1-ге де бета 2-ге де әсер етеді. Тағынан бета 2 және айттық бронхтарды ол қозған кезде бронхтар кеңейеді, ал ол тоқталған кезде бронхтар керісінше жиырылады. Яғни адамның өзінде бронхоспазм болса, оған пропранол берсек, одан сайын бронхоспазм болады, адамдардың тұншығып қалуы мүмкін. Сондықтан да бұл кезде бұл селективті емес бета 1, бета 2-ге жататын пропранол қолданбаймыз. Бұл кезде біз тек қана тахикардияға ғана әсер ететін бета 1 адреноблокаторлар, яғни метопролол, атенолол, бисопролол сияқты препараттарды қолданатын боламыз. Бұлардың қолданылуы прям бірдей, пропранолға ұқсас, бірақ ерекшелігі бронхоспазм шақырмайды. Себебі бұлар бета 2 адренорецепторларға әсер етпейді. Осыны есте сақтаңыздар, осы міндеттер келеді. Одан кейінгі бізде резерпин. Ол симпатолитиктер. Олардың әсер ету механизмі адренергиялық нерв ұштарындағы ноадреналиннің медиаторының қорын азайтады. Осы арқылы симпатолитиктер симпатика жүйесін тежейді. Мысалы, резерпин жайында тұрды. Не резерпин? Бұл резерпин дофаминнің ноадреналинге айналуын тежейді. Сондықтан бұл симпатолитик. Осы тежеу арқылы біз симпатика жүйесін тежейміз. Осы арқылы қолданылған көрсеткіш шығады. Ал дофамин ноадреналинге айналмаса, МАО деген арнайы фермент бар, сол арқылы дофамин ыдырап кетеді. Резерпиннің қолдану көрсеткіштері ол фармакологиялық әсері ол қан тамырларын кеңейтеді, өйткені симпатиканы тежеп тастады, соның әсерінен парасимпатика күшейді, соның әсерінен қан тамырлары кеңейеді, ол гипотензивті әсер етеді, орталық жүйесінің айқын тежегіс әсер етіп көрсетеді. Нәтижесінде тыныстандырғыш және психозға қарсы әсері бар. Қолданылуы артериялық гипертония кезінде тек емдеу үшін, тек алдын алу үшін қолданылады, өйткені себебі әсері өте баяу дамиды. Психиатрия мен неврологияда симпатика жүйесін тежеу арқылы алкогольдік психоз емдеуде, айқын ұйқысыздық кезінде, шизофренияны емдеу кезінде қолданылады. Жаңа мәселелері брадикардия болуы мүмкін, өйткені парасимпатиканы күшейтіп тұрғандықтан соның жаңа мәселелері келіп кетеді. Брадикардия болады, ішек моторика жолдары белсеніп кетуінен диарея болады, гиперсаливация болады, ринит көріністер болады, ісіну болады, ұйқышылдық, депрессия, жалпы әлсіздік болуы мүмкін. Бұның акталин деген тағы да қасында препарат бар. Бұның фармакологиялық әсері, қолданылуы, жаңа мәселелері резерпинге ұқсас, бірақ бұның ерекшелігі орталық жүйесіне тежегіс әсер етпейді, сондықтан тыныстандырғыш әсер көрсетпейді. Жаңа мәселелер бойынша ұйқышылдық, депрессия байқалмайды, ортостатикалық коллапс шақырады. Практикада қолдануға жалпы альфа-адреноблокаторлар стоматологияның практикада жергілікті қан айналымында белсендіру, микроциркуляцияны жақсарту үшін пародонтологияда қолданылады. Одан кейін сіздерге есептеріңізде мынандай клиникалық жағдайлар беруі мүмкін. Мысалы, 5 жасар бала ара шағуы болды, ара шағып алды. Соның әсерінен бұл жерде араға оның аллергиясы пайда болды, тағына бөртпе, тыныс алу қиындауы пайда болды. Сол үшін анафилаксиялық бұл препарат, бұндай кезде біз адреналин тағайындаймыз. Енді сіздерге сұрақ, не үшін адреналин тағайындаймыз? Оны қандай фармакологиялық әсер көрсетеді? Потому что бұзылған жүйелерді тезірек қалпына келтіру үшін тыныс алу, жүрек жұмысын қан тамырларын тарылтады, адреналин.
яғни симпатика жүйкесі күшейтеді дағыны, жүректі тез тоқтатады, глюкозаны күшейтеді, қызық алмасты күшейтеді, қан тамырларын тарылтады, сол арқылы анафилаксиялық шоктың алдын алады. Бұдан кейінгісі 75 жастағы ер адам пневмония мен гипотензиямен келді. Бұндай кезде бұл септикалық шок. Септика дегеніміз осы пневмониядан болған белгілі бір қатты асқынып кеткен жағдайда ол бүкіл организмде токсикалық әсер етуі мүмкін. Бұл кезде де қан тамырлары тарылып, кеңіп, қанның жалпы мөлшері төмендеп кетуі мүмкін. Сол кезде де біз норадреналин мен фенилефринді береміз. Бұдан кейін 66 жастағы ер адам массивті миокард инфарктісіне гипотензияда келді. Бұл жерде кардиогенді шок болады. Кардиогенді шок дегеніміз, яғни неге жүрекке ауа оттегі дұрыс бармай қалады. Соның әсерінен бронхтары, жүректің тәжік артериялары бар ғой, солар жиырылып қалады дағыны, адамда миокард инфарктісі болады. Егер біз сол кезде дер кезінде добутамин беріп үлгерсек, ол қан тамырларын кеңейтеді дағыны, кардиогенді шоктың алдын алады. Одан кейін 10 жастағы бала анамнезінде астма, тыныстың тарылуы, ентігу, сырылдар пайда болуы мүмкін. Біз бұл кезде сальбутамолды береміз. Сальбутамол дегеніміз ол альфа-адрено блокаторға жатады. Сондықтан да осыны беру арқылы біз рецепторлары бета-адреnomиметик па? мимиктер жатады, мимиктер жатады. Өйткені және айттық қой, бета-2-ге жатады. Өйткені бета-2 рецепторлар олар бронхтарда орналасады. Егер осы қозған кезде бронхтар кеңейеді. Яғни біз сальбутамол берсек, осы бета-2 рецепторлар қосады, соның әсерінен бронхтардың кеңеюі пайда болады. Керісінше жағдайларда, егер бронхтар қатты кеңіп кеткен жағдайларда, осы бета-2 адрено блокаторларды қолданамыз. Одан кейін 22 жастағы ер адам мұрнынан су ағады. Бұл ринит. Бұл кезде псевдоэфедрин, фенилефринді қолданамыз. Не үшін? Өйткені бұл альфа мұрындағы қан тамырлары. Мұрындағы қан тамырларды тарылту үшін. Сол ең басты механизм сол. Яғни альфа-1-ге әсер етеді. Сол арқылы біз риниттің алдын ала аламыз. Жалпы осындай сіздерге сұрақтар келуі мүмкін ситуациялық есептерде. Бүгінгі сабақтар түсінікті болды ма? Қандай сұрақтарыңыз бар тағы? Иә, түсінікті. Сұрақ болғанда рецепт талдау офлайн келесі апта бола ма или болмай ма? Офлайн оны Мадиармен ақылдасып көрейік. Сол ұйымдастырушы. Егер сол болады деп жатса, мен қарсылығым жоқ. Дай болсын, алайық рецепт. Айтпақшы жаңа рецепт алайық деген, соны талап етсек, қазір жазып. Мен ортқа жазайын онда, көрініп тұр ғой. Иә. Және берген рецепттерді жазайық. Сіздерге негізі бірінші рекада рецепттер, сіздер әр сабақтан силабустың астындағы рецепттер шығарып жүрсіздер ме өздеріңіз? Сонда тапсырма беріп жүр ма? Иә. Бірінші рекада дәл сол рецепттер келеді, прям солар прям жаттап алыңыздар, әрқайсысын. Бір-екеуі ғана басқа рецепттер келеді, бірақ көбінесе сол силабуста берген рецепттер ғана келеді.
және де әрқашан есеп берген кезде ал латынша атауы қасында беріледі. Бізде сондай. Сіздерде де мұғалімдеріңізден тағы бір сұраңыздар, латынша атау беріле ма деп. Кейбір кезде латынша атауларында қателесіп кетеді адамдар. Так, біріншісі жазайық ациклидин. РП так, ациклидиннің латынша атауын интернеттен қарасаңыздар болады. Ол ағылшынша атауын жаттаудың қатты керегі жоқ, өйткені ол беріледі. Ерітін жазған кезде бірінші процент жазамыз. 12%. Және миллилитрде көрсетіледі. 2 латынша әріппен миллилитр. Одан кейін қасынан